Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз Фатима деген өте дәмді салатты дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттерімізді описанияның астына жазып қойдым. Сәбізімізді үкіштен өткізіп бастаймыз. Бұл жерде мен сәбізді өзім қолдан жасаймын. Ал енді сіздер дүкеннен сатып алсаңыздар да болады, немесе өздеріңіз дәл менікіндей жасасаңыздар болады. Сәбізімізге қара бұрыш, шым-шым тұз және де паприка қосамыз. Бұл жерде паприка қосу міндетті емес. Және де достар, бұл жерде кішкене сұйық май қосасыздар, видеоға түспей қалыпты. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Одан соң қиярымызды ұзынша етіп тураймыз. Және де туралған заттарымызды біз бірден тарелкеге орналастыра бастаймыз. Қиярымызды салдық және дайын болған сәбізімізді саламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды ұзынша етіп турайсыздар. Бұл жерде мен тезірек болу үшін үкіштен осылай өткіздім. Жұмыртқамызды да тарелкеге орналастырамыз. Одан соң тауықтың төс етін ұзынша етіп тураймыз. Турап болған соң тарелкемізге орналастырамыз. Достар, соңғы кезекте қара мейізімізді дәл ортаға қоямыз. Егер де сіздер қара мейізді ұнатпайтын болсаңыздар, горох немесе кукурузбен алмастыруға болады. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай майонездеріңізбен дәл осылай әсемдейсіздер. Қонақ келгенде дастарханыңыздың сәнін беретін өте керемет салаттың бірі ол Фатима салаты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!